Әрбір бала индивид, әрбір оқушы дарын иесі. Алайда сол баланың дарынын ашып, шамын жаға білу керек. Әрбір ұстаз осы жолда қызмет етіп жүр. Біздің жаңа толқын ұстаздар қауымдастығына келетін болсақ, ол әртүрлі сайыстарды, байқауларды ұйымдастыру арқылы дарынды оқушылардың дарынын шыңдауға, болам деген баланың бетін қақпай белін буға өз үлесін қосып жүрген үлкен қауымдастықтың бірі. 2021 жылдың көктемінде Ақмарал Құрманжанқызы жас ұстаздардың басын біріктіріп, аудандағы дарынды балалармен жұмысты жандандыру туралы ұсыныс білдірді. Осы сәтте мен Іле ауданында 36-шы орта мектепте қызмет ететін едім. Кейінгі сәтте Назарбаев зияткерлік мектебіне қызмет ауыстырдым. Соған қарамастан ілелік жас дарындардың талантын анықтауда, қолдауда, ұштауда қызмет ету мақсатында қауымдастық мүшесі болып қалдым. Жалпы біздің қауымдастықтағы 10 мұғалім Іле ауданының түкпір-түкпірінде орналасса да, енді қазір заман талабына сәйкес онлайн жиналыстарды біз көп жасаймыз. Оған қоса байқауларға көбінесе кезекпен баруға тырысамыз. Мысалы, бір байқауға 4-5 барсақ, мүмкіндігімізге сәйкес келесісіне қалған жартымыз барамыз деген сияқты. Солай бір-бірімізді жоқтатпай, жұмысты тиянақты, ауызбіршілікпен, жауапкершілікпен атқаруға тырысамыз. Мен жаңа толқынға қалай келдім? 2021-2022 жылдары номері 42-ші орта мектебінде әдіс оқулары өтіп жатқан болатын. Сонда Ақмарал Құрманжанова бізді көріп, телефон номерімізді сұрап, сол жерде байланыс орнатқан. Кейіннен маған хабарласып, жаңа толқындың жаңа мүшесі болуға, сонымен қатар осы жаңа толқын командасына қосылуға ұсыныс жасады. Мен бірден қабылдаған болатын. Жаңа толқынға рахмет. Жаңа толқында ең қызықты кезеңдердің бірі болған 15 сәуір қозы көрпешпен баян сұлу күніне орай Райымбек Батыр ескерткішінің қасында бейтаныс адамдардан сұхбат алған болатынмын. Сол кез әлі есімде. Менің кішкентай арманым орындалды десем болады. Кішкентай кезімнен тележүргізуші болуды армандаған едім. Жаңа толқын бұл үлкен мүмкіндіктер алаңы. Осы соңғы 5 жылда есте қалар есте сәттер өте көп болды. Соның бірі Назарбаев атамыздың 140 жылдық мерейтойына орай ауданымызда білім-білімнің қолдауымен жаңа толқын қауымдастығының ұйымдастыруымен үлкен мұғалімдер мен оқушылардың арасында айтыс өткен болатын. Сол айтыста осы Кенен атамыздың қызы Төркен апамыздың өзі келіп, болашақ жас ақындарға керемет өзінің сүбелі сөзін көрген білгенін айтып жігерлендірді. Сол жерде біздің осы ауданымыздың жас ақындары үлкен бір болашаққа деген жақсы серпіліспен кеткен болатын. Мен үшін жаңа толқындағы қиын болған байқау деп айтпай қояйын. Керісінше жауапкершілікті қатты қажет ететін байқау, ол әрине өзім ұйымдастыратын нағыз қазақ осы міне танып қой байқауы. Бұл жерде қиыншылықтар көп болады, жұмыстар да көп болады, және жауапкершілікті қатты қажет етеді. Ақмарал Құрманжанқызы талапшыл, үнемі ізденіс үстінде жүретін үлгілі ұстаз. Ауданымыздағы мұғалімдердің алға жылжуына, жалпы білім, ғылым жолында алға жылжуына еңбек етіп келе жатқан жанашыр жетекші. Ауданымыздағы жоғары бастамалардың басында жүрген еңбек адамы. Құрметті Іле ауданының шығармашылық педагогтары, алдағы уақытта да сіздердің қажырлы еңбектеріңіздің арқасында біздің дарынды балаларымыз облыс, республика деңгейінде үлкен жарыстардың жеңімпазы болуына мен шын жүректен тілектеспін. Жаңа толқындықтар, бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Сіздердің аудан көлемінде атқарып жатқан жұмыстарыңыз өте көп, еңбектеріңіз өте зор. Сол себепті алдағы уақытта да сіздердің үлкен ауызбіршілікпен Іле ауданының мектептерінде оқып жүрген бүлдіршіндеріміздің, балаларымыздың жақсы жетістіктерге жетуіне себепші болуларыңызға мен шын жүректен тілектеспін.